Жақында Назарбаевтың жеке олигархы болған Машкевич дүниеден өтті. 90-шы жылдардың басында Назарбаев Қазақстанның стратегиялық ресурстарын бақылап отыру үшін шеттен келген келімсектерге бұрын біздің ата-бабамыздың жасап кеткен заводтарының барлығын кәдімгіше подарит еткен. Өйткені өзіміздің қазақтар Қазақстанның ірі стратегиялық ресурстарына ие болатын болса, онда олар саяси тұрғыдан бәсекелес болады деген сондай бір ой болған. Енді бүгінгі таңда Машкевич өмірден өтті. Қазақтың жерінде жүрді, тайраңдады, ішті, жеді. 30 жылдың ішінде біздің стратегиялық ресурстарымызды сатып, содан байып, бүкіл ақшасын барлығын шетелге шығарып, Қазақстанға бірде-бір пайдасын жасаған жоқ. Қазақстанның стратегиялық ресурстары, жер қойнауы, металл, мұнай, біздің мемлекетіміздің экономикасының стратегиялық ресурстарының барлығын біз ұлттық буржуазияға, яғни өзіміздің қара көздерімізге беруіміз керек. Азия елдерінде, Оңтүстік Кореяда, Малайзияда, Индонезияда, Жапонияда, басқа да елдерде мемлекетінің стратегиялық ресурстарын тек қана жергілікті халық алып, солар ғана мемлекетке көмектеседі. Біздің Қазақстанға, Қазақтан басқа көмектесетін ешкім жоқ.